Жақсы балалар, бүгін бізде сендермен тақырып күрделі теңдеу. Осы күрделі теңдеу тақырыбын сендермен бүгін біз қайталайтын боламыз. Енді қараймыз, сендерде x қосу 76 тең 64 қосу 36 күрделі теңдеуі берілді. Енді бұны біз қалай шығарамыз? Бірінші біз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін айнымалысы бар теңдеуді қалдырамыз. Яғни әріп, айнымал деген әріп x қосу 76 бұл бізге қалады. Ары қарай 64 қосу 36. 64 қосу 36 ол бізде қанша болады? Кәнекей бағандап шығарамыз. 64 қосу 36. Ол бізде біз бірлікті бірлікке қосамыз. 4 қосу 6 10. 0-ді жазамыз. 1-і ойда. 1-ді қосамыз 6-ға 7. 7 қосу 3 10. Дұрыс. Қандай сан шықты бізде? 100, 100 шықты. Өте жақсы, жарайсың. Бізде 100 шықты. Енді міне қараймыз. Күрделі теңдеу бізде жай теңдеуге айналды. Енді біз айнымалыны табамыз. X тең қосу болса не істейміз керек? Айта қойыңдаршы, не істейміз қосу болса? Азайтамыз. Біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 100-ден азайтамыз 76-ны. X тең енді біз шыққан саннан 100-ден 76-ны азайтайық. Қанша шықты 100-ден 76-ны алсақ? 0-ден қарсы сұраймыз, я? Мына жерде бізде 10-нан азайтамыз 6-ны 4. Мына жерде бізде 9 қалды, я? 9-дан 7-ні азайтамыз 2 жарайсың. Қандай жауап шықты бізде? X тең 24 жарайсың. Енді біз астын міндетті түрде сызамыз. Енді X-тің орнына біз 24-ті қоямыз. 24 қосу 76 тең 64 қосу 36. Тексереміз. 24 қосу 76 қанша болады бізде? 100 болады, 100 болады. Және 64 қосу 36 ол бізде 100. Яғни теңдік дәлелденді.